Мына лақтешкіні екі қосылағымен 100 мың дедің ба? 100 мың деп тұр. Бір еркек, бір ұрғашы. Ірі ешкі екен. 100 мың деп тұр. Келісім бар дейді. Анау жерде қазір көрсетем. Семіз қой тоже 150 мың деп тұр. 150 мың деп тұр. Семіз екен уже. Союға жарамды 150 дейді. Әдемі екен. Еті мол. Қошқар екен, мен қойдық қоям бұл. 150 мың дейді. Еті мол. Осындай бағалар. Жаңағыдай алып алатындар шықпасын деп соткамды қатты ұстап жүрмін. Енді біреу жабысатын болса тек ашуланып тұрмын кәдімгідей. Енді негізі ашуланбау керек қой. Бірақ жаңағыдай жап-жас баланың келіп соткам жұлып алғанына кішкене қаным көтеріліп кетіпті. Түріне қарасам мен бір раундқа да шыдамайды-ау деп қоям. Алла біледі. Бірақ сондай жастар дерзкий, әдепсіз. Бұлай айтқан кезде жаймен келіп, аға, мен түсірдіңіз ба? Мынауыңыз дұрыс емес деп айтса, мен жайлап түсірем, жоқ кеп жолып алады да, как будто бір маған бір шамасы келетіндей. Сол кішкене ренжіңкіреп қалдым. Жас балдардың әдепсіз болғанына. Жарайды енді. Солай болу керек болған ғой. Әр нәрсенің өз қиындығы болады. Тәуекел.